Біздерде Бөкеордада мал 9 ай өрістеді. 9 ай құдықтан су астаудың басында тұратын кісі таба алмайды. Өзіміз жазда шөпте жүреміз, күзде құрыста жүреміз, арасында бір демалғымыз келеді. Мал дұрыс су іше алмайды, астаудың басында жиналып қалады. Соның кесірінен олар далаға өріп кетеді. Дұрыс салмақ жинай алмайды. Осы мәселе мені алаңдатып, соған бір жақсы шешім таптым. Қазір мен телефон арқылы үйдегі мал су қарамын. Жазғы уақытта мал су ішпей қалады-ау, мал құдық басында күтіп қалады-ау деген енді алаңдым да жоқ. Таңертең сағат 7 болғанда, 6-да мал келгенде телефон маған өз хабарлама жібереді, мал келді. Телефоннан қарап отырып, мал келген уақытта бір күн өтті, мен малды бастап шығара бастадым. Құдыққа мал келіп тұр, қазір телефон арқылы суарамыз. Насосты қазір қосам. Қосылды. Суымыз кетті құдыққа. Міне камераға кіріп тұрмыз, енді былай дейміз. Окей, Google. Бабин су. О, міне су кетті. Осылай дауыспен қосуға болады. Телефонмен суарған кезде кейде ұмытып кетесің, моторды қосып айыруға. Я болмаса единица бітіп қалады, я болмаса сет кетіп қалады. Сондай кезде астау суға толып кетеді. Мынау электронный реленің арқасында ішіндегі кеше бір функциясын тауып алдым. Белгілі уақыттан кейін өзі айырылып қалады. Мысалға біздің астау 3 минуттан кейін айырылып қалады. Қазір соны қойып алдым. Енді астау. Так, міне бізде осындай шаруашылықта бүгін мынандай не орнаттық. Камерамен көріп отырып, жаңағы телефонмен құдықта қосып айыратын жаңағы нені, насосты. Қаладан отырып болсын, жаңағы любой жерден отырып, интернет бар жерден телефонын айырып қосу мына жерде құдықта. Саян деген бауырымыз осының барлығын жасап кетті. Жаңағы камера, реле қойып, настройка жасап, телефонға барлығын түсіндіріп жасап берді. Рахмет, ол кісіге көп рахмет айтамыз. Мына осындай бізде деген енді мында деген 220 болу керек, 220-ны бізде жаңағы күн сәулесінен қуатталатын осындай панельдер. Сосын бұл жерде жаңағы ол панельден мынандай инвертор деген шығып тұр, осы 220 беріп тұр. Бұған жаңағы реле қосылады, осылай айыратын болады. Содан осылай насосымыз, шет құдығымыз содан осылай астауға барып құйылады. Бұл жерде деген телефонмен айырып қосуға болады. Бұған деген жаңағы сосын Wi-Fi тарату керек, Wi-Fi болу керек. Бұл жерде Wi-Fi таратуға біздерде телефон, сотовый телефон қойып қойдық. Мына жоғарыда коробканың ішінде тұрып. Сосын оның астында камера. Ол Wi-Fi жаңағы камераға, сосын релеге Wi-Fi таратып тұрады. Содан немен қосылып тұрады жаңағы дейміз. Құдығымыз. Так, мұндай жерде мынандай осылай телефонмен қосуға болады.